Өзіме ұнаған романдағы сюжеттердің бірі ол Кенесары ханның ам, көшіп келе жатқан қожаларды қодандықтар жібермей өздеріне тұтқынға алып кетіп бара жатқан кезде сақтап алған кезі. «Я, кім боласыңдар, қаяққа барасыңдар?» деді кеңесбайға тебіне жақындап. Мұндайда не айту керек, қолға түсіп не дейміз деп ақылдасып та алмапты. Түркістанға келгелі кеңесбайдың бір аңғарғаны қазіргі Қоқан әмірі мен Қасым төренің арасы жақсы емес сияқты. Қазақ хандығын тарату туралы патша жарлығы шығысымен Қасым төре оған наразы болып оңтүстікке ауа көшпеп еді. Мақсат оңтүстіктегі Қоқан, Хиуа, Бұхар секілді мұсылман елдерін одақ құрып, терістіктен төнген қауіпке бірлікте тойтарыс беруді ойласа керек. Ұзын құлақтың айтуынша сұлтанның бұл ойы іске аспаған. Қоқан билеушісі Мәделіхан қазақ сұлтанымен одақ құру былай тұрсын, келіссөзге жіберген Қасымның ұлдары Есенгелді мен Саржанды қасындағы нөкерлерімен қоса бір түнде қырып салыпты деген сөз бар. Ал Қасым сұлтанның өзі қалған балаларымен осы Қаратау өңірінде жортап жүрсе керек. Сондықтан да Кеңесбай бүлікші төреден бойын аулақ салып, біз Қасым сұлтанды білмейміз, біз ағадай бопы төрелерге қарасты Найман ұлысынанбыз деп ағынан жарылып. Ал мыналашы, бұларды қайыққа бара жатсыңдар деп топ бастығы арба маңында иіріліп тұрған жүргіншілерді көрсетіп. Бұлар біздің елге Түркістаннан келе жатқан қонақтар, яғни Құдай жолын ұстаған қожалар. Өздеріңіз білесіздер, қыр қазағы қожа молдаға зәру ғой. Бала оқыту, неке қию, шүмете кештіру деген сияқты. Мына сөзді естігенде айнала қару кезеп тұрған қоқандықтар әлде бір даралықпен даурыға күлді. Естідіңдер ме? Мыналардың шүмете әлі кесілмепті. Бұл арқа қазағынан бәрі шығады. Бұлар орысқа шоқынып кеткен ел ғой, сүндет дегенді біледі дейсің бе десіп оқырағандағы ел даланы бастарына көтерді. Осы кезде бір септегі тер деген оймен қожалар арасынан Шейхұл Сейіт алға шығып, біздің арамызда заңды түрде саудамен кетіп бара жатқан адамдар да бар деп Түркістан датқасынан алған рұқсат қағазын ұсынған. Мынау Якупбек датқаның жазуы ғой, Сарысуға барып сауда істейді депті. Якупбекті білесіңдер ғой, ақысына бір қой берсең, ол бұдан да зорғысын жазып береді деген езуі жайылып. Сол-ақ мұң екен ақ қалпақты бастық қайтадан қаһарына мініп шыға келді. Атасының көрі, осылармен тәжікелесіп тұрамыз ба? Тез арбаларын жегіп, жүктерін артып, қамалға қарай алып жүріңдер, деді қатаң бұйрық беріп. Әй жігіттер, бәрін де мұсылман баласы екенсіздер. Біз Құдай жолына бара жатқан адамдармыз. Тілге келейік те шекаралық салықтарыңды алыңдар да бізді жолдан қалдырмаңдар деп жалынып көріп еді, оны тыңдаған ешкім болмады. Бұл кезде қоқандықтар қоршаған ұбақ-шұбақ көш Қаратау қойнына қайта кіріп, табанында жылтыраған бұлағы бар бір сайды өрлеп келе жатқан. Күн еңкейіп қалса керек, сай іші қой көлеңкеге шып толып, төңірек қоңырқай тартып жүр. Екі жақ қапталда төбеден төнген жақпар шың жалама жартастар. Айналасын биік шоқалар қоршаған сайдың бір иінде шағын көш шоқтай иіріліп тұрып қалды. Көштің бас аяғында келе жатқан қоқандықтар да дереу мылтықтарын оқтап қорғанысқа көше бастаған. Бірақ кеш қалыпты. Көп ұзамай бұлардың қоршауда қалғанын мәлім болды. Соның арасынша қос қапталдағы биік тұрғылар басына қалың салт аттылар самсап шыға келген. Ұзын ырғасы 50-60-тан кем болмас. Егер қоқандықтар қарсыласа, биікте тұрып бір-бірден санап ататын сыңайы бар. Я Алла, өзің жар бола гөр, бәсе жүрегім бірдеңе сезіп еді. Мына келе жатқан адамдарда шынында да бір қасиет бар екен деп толғанды Кеңесбай қуаныштан көз жас салып. Тырп етуші болмаңдар, ошаң еткен адам оққа ұшады, деді дауыстап. Қане Қоқан әскері, қаруларын тастап мына жаққа қашындар.
Бұларды құтқарған Қасым төренің ортаншы ұлы Кенесарының жасағы болады. Жаңағы ақжал жиренге мінген Кенесары сұлтанның өзі сұрыпталған шағын топпен созақ бекінісін торуылдап шыққан беті болса керек. Армысыздар, тар жер тап болған ағайын. Мен алаш туын көтеріп жүрген Абылай ханның немересі Кенесарымын. Сіздер кім боласыздар деп саңқылдай үн қатып, Кеңесбай әлі де еш жия алмай толқып тұр еді. Бар болыңыз сұлтан, құтқарушы Ақжолтайым кім десем, сіз өзіңіз екенсіз ғой. Найманның ұлысбегі Ақтайлық биді естуіңіз бар шығар. Мен сол Ақтайлықтың бір ұлы Кеңесбаймын, деді даусына аздаған діріл араласып. Ақтайлық би дедіңіз бе? Онда Аягөз дуанынан, Байғара ауылынан болдыңыз ғой. Қалай Ақтайлық би түйілі қуатты ма? Деді Кенесары бірден елең етіп. Екінші өзіме әсер қалдырған үзіндінің бірі Смайылдың ұлы қайтыс болғаннан кейін оған көңіл айтып келген кездегі қонақтар. Смайылдың 8 қанат ақбоз үйіне қара байланып ту өлініп қалыпты. Жасы ұлғайған егде кісі өлсе қара не ақ ту өлінер еді. Қызыл ту арманда кеткен жас өлімді білдіреді. Бұлар ауыл іргесіне таяғанда қонақ келерінде әдетпен жоқтау айтыла бастады. Шейхұл сейіттер үйге кірген соң алдымен оң жақта қаз-қатар жоқтау айтып отырған Ақтолқын бастаған әйелдерге көрісіп, ең соңында төре алдында өзін күтіп отырған Смайылға бұрылды. Бұл күтпеген бір жағдай, Смайыл жылаған жоқ. Келген кісілерді үнсіз құшақтап төс түйістірді де қойды. Сонан соң қонақтардың қасына алып төре алдында қата жайғасты. Бұл кезде жарыса жоқтау айтқан өзге әйелдер тоқтап, жалғыз үн салған Ақтолқын ғана қалып еді. Қасіретті ана, ұрған күйікпен оң қолын бүйіріне таянып алып, арманда кеткен баласына жеріне жеткізе жақсы жоқтап жатыр. Мұндайда қазаққа күйіну, қасірет шегу бар да, сол қайғыға өзгені де ортақ айтып, жұрт алдында жоқтау бар ғой. Қара қылды қар жарқын сол ұлықтың қиын күндерде Қайынбайға пана болған, кейін бір тоғын су енші беріп беліне қайтарған мақтан етеді. Айтолқын міне осыларды жіпке тізіп айта келіп, Қайынбай тірі дегенде төрт ұл түгел қуанған, қырғыннан қалған қайран ел қайғысын ұмытып жұбанған. Арғы тегін сұрасаң, шынжыр балақ шұбардан, қонақтап ұшқан биегі ши амбыдай шынардан. Аузынан шыққан лебізін ұлықтың өзі құп алған. Халдайларды састырып, төрткүл таңба бастырып, себетінде су алған. Сол қарғамнан айырылған, менде бір ғарып бейбақпын, көзінің жасы суалған деп бір тоқтағанда төр алдында асжаулақ жайылып Құлмұхамбет имам бір ұзақ сүрені бастап кетіп еді. Құран оқытылып жатқанда өзге тірлік тоқтау керек. Амал жоқ, Айтолқын да көкірегін қар сайыры күрсініп алып тыныштауға тиіс болды. Осыдан кейін сонан соң қасындағы Смайылға бұрған. Алан көлеңке ішінде кеше байқамаған екен, бүгін жарықта анық аңғарды. Биыл Смайылдың да шаш сақалды денде ағарып кетіпті. Кесек біткен бет пішіні жұғарып, ақсұр жүзін әжім торлап, еңсеген ірі денесте апшып шөге бастаған бақалай. Сырттай сыр бермегенмен мына қайғы жегі жұрттай жатыр екен деген ішкі бір уайыммен ойлап өтті. Осы біздің ағайындар қызық, деді Смайыл тағы бір әңгіменің шетін шығарып. Іші тар ағайын қуаныш, бақытынды ғана емес, басқа түскен қайғынды да көре алмайды. Мына Смайылдың жүрегі тастан жаралған ба? Азаматты ұлы құлап жатқанда көзіне жас салып иілмейді-ау деп сөз қылатын көрінеді. Олардың ойынша мен көзінің сорасын ағызып көрінгенге күңіреніп отырып не құлап түсуім керек. Ал сонда мен құласам не болады? Мына қызыл қарын жас балаға, етек басты ел жұртқа кім ие болмақ? Мен ана жылғы қырғында халқымның қақ жартысынан айырылған адаммын. Bir баланың қайғысы сол күйіктен артық дейсің бе? Осы сөздерді айтып шығу да оңайға түспеген шығар. Жанарына жас толып, тамағына өксік тығылған зәңгі ая азаялдап, көңілін демдеген соң ғана әңгімесін қайта жалғады.
Адам баласы кейде басындағы байлық, бақытымен ғана емес, қиын күндерде де менің қайғымдай қайғы кімде бар деп қасіретінің таудай ауырлығымен де мақтануына болады ғой. Сен соны көтеріп тұра алсаң әрине. Қайғыңды қайратқа жөндіре білсең, Қайынбайдың қайғысы жылап-сықтаумен өтелмейді. Ол ұлы қайғы, әрі ұлы мақтаныш. Менің ол балам жарық дүниеде 20 жыл жүрсе де қолдан келмес ұлы істер атқарып кетті. Бір адамның ғана емес, тұтас елдің қолынан келмейтін шаруа. Ондай адамның біздің қатарымызда ұзақ жүре беруі шарт емес. Қайынбай көктегі жұлдыз ғой, бір мезет жарқырап тұрды да мезгілі жеткенде ағып түсті. Менің көңілімде ол тіпті өлген жоқ. Әне тоған толы су болып іргемізді сылдырап ағып жатыр. Елге ырыс, жерге нәр болып құйылып жатыр. Мыңда бір тәуба сондай ұлымның болғанына. Осы жерде Смайылдың ұлын жоқтаумен бірге де ұлының қысқа өмір сүрсе де қандай керемет жетістіктерге жеткеніне, ел үшін жасаған әрекеттеріне мақтанатын және де тек жылап сықтап отырумен ғана емес, ұлының қандай керемет адам болғанын айтып, тек жақсы жақтарын айтып отырғаны өзіме өте екі түрлі сезім қалдырды. Бір жағынан баласынан айырылу әр ата-ана үшін қиын нәрсе, бірақ оны Смайыл көп адамдар үшін толық жеткізе алмады. Туысқандар, көршілері бәрі Смайылдың жүрегі тастан жаралған, неге баласын жоқтамайды десе де, Смайылдың ойы басқаша болды. Ол баласын жылақсыптап емес, жақсы адам ерекшеліктерін көрсеткісі келіп, сондай адам ретінде қалсын деген сезімде болды. Бұл кітапты достарыңызға не үшін ұсынар едіңіз? Бұл кітапты достарыма ұсынар едім, өйткені ол қазақ халқының тарихи жолын өте әсерлі, шынайы және терең түрде көрсетеді. Шығарма Кенесары дәуірінің күресін, елдік пен бірліктің қаншалықты бағалы екенін жан-жақты түсіндіреді. Тек мектептегі тарих кітаптарынан қарағанда, осындай қосымша кітаптарды оқыған кезде тарихтың шынайы түрде қалай болғанын сен тереңірек ұғына бастайсың. Және де бұл оқырмандарға отаншылдық рух береді. Бұрынғы бабалардың қандай қиындықтарды бастан өткергенін сезіндіреді. Сонымен бірге кітаптағы шешендердің даналығы, ел басқаруды мәмілегерлігі бүгінгі заманға да сабақ болатын ой қалдырады. Бұл туындыны оқу өткенді тануға, бүгінді бағалауға және болашаққа жауапкершілікпен қарауға жетелейтін маңызды қадам. Шығарманы оқығаннан кейінгі өз әсермен бөлісетін болсам, шығарманы оқыған кезде менде әртүрлі сезімдер қатар туды. Тарихи оқиғалардың шынайы суреттелуі ойға қалдырып, терең толғанысқа салды. Елдің тағдыры, халықтың басынан өткен қиыншылықтар мен күрестер жауапкершілік сезімін оятты. Кейбір тұстарда мұң мен өкініш те болды, себебі ата-бабаларымыздың қандай ауыр кезеңдерден өткен сезіну жеңіл емес. Сонымен қатар кей эпизодтар, үзінділер маған ерекше рух берді. Халықтың бірлігі мен батырлардың ерлігі, би-шешендердің даналығы, мақтаныш сезімін тудырады. Бұл кітап тек тарихи деректерде емес, сол дәуірдің рухын толықтай жеткізе алды. Мен үшін шығарма тек оқиға емес, өз тарихымды тереңірек түсінуге мүмкіндік берді. Әсіресе осы шығармадағы басты кейіпкерлер болған қожалардың менің апамның аталары болғандықтан жүрегіме жақын келді. Апам да осы сол Мыңбұлақтың туғаны Сейітқожаның ұрпағы екендігі шығармамен бір ерекше байланыс орнатты.
Шығарма авторы туралы не білемін? Қабдеш Жұмаділ 1936 жылы дүниеге келіп, 2021 жылы дүниеден өткен. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, тарихи прозаның үздік шебері, ұлт руханиятына өлшеусіз үлес қосқан классик жазушы. Ол Шыңжаң өлкесінде дүниеге келіп, кейін туған еліне оралып, шығармашылық өмірін толықтай қазақ әдебиетінің дамуына арнаған. Жазушының өмір жолы мен шығармашылығы 20 ғасырдың тарихи оқиғаларымен тығыз байланысты. Сондықтан да оның туындылары тек көркем дүние емес, тұтас бір дәуірдің шындығын жеткізетін құнды жәдігерге айналды. Қабдеш Жұмаділов Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, көптеген әдеби марапаттарлардың иегері. Оның ең танымал шығармалары Тағдыр, Соңғы көш, Дарабоз, Ұраным алаш сияқты романдар. Әсіресе Дарабоз романы Абылай хан дәуірмен қазақ батырларының ерлігін терең суреттеген шығарма ретінде оқырман жүрегінде жол тапқан. Жазушының шығармашылығының басты ерекшелігі тарихи оқиғаларды көркемдеп, бірақ шынайы дәлдікпен бейнелеу. Ол қазақ халқының күрделі кезеңдерін, саяси жағдайын, ел мен жер тағдырын, тіл мен мәдениет мәселелерін ерекше өзінің шығармашылық өзегіне айналдырды. Жұмаділовтың туындыларына шығармаларында ұлттың азаттығы, тәуелсіздігі, бірлігі мен ұрпақ сабақтастығы негізгі идея ретінде көрініс табады. Қабдеш Жұмаділов тек жазушы емес, елдік мүддені қорғаушы, ұлт тағдырына жанашыр тұлға. Оның қалдырған әдеби мұрасы қазақ оқырманы үшін де, келесі ұрпақ үшін де рухани қазына болып қала береді.